Анна ханша. Анна ханша. Я. Оятқаным үшін кешірерсіз. Жоқ, оятқан жоқсыз. Онсыз да тұрып алғам. Бұл кім? Мен ғой Бикеш, сәлден соң дарбан ашылады. Дайындық көріңіз. Әрине. Ол не қылған дайындық? Әпкеңіздің тәшкию рәсімі. Тәшкию рәсімі. Тәшкию рәсімі? Герцог Оробай. Олыбай. Герцог Олыбай мәртебелім. Сауда-саттығымыз жарасқан екі елдің атынан падиша болған сізді алғашқы биге шақыру құрметі бізге бұйырды. Бір-екі қарға. Рахмет, мен билемеуші едім. Сіңілім билесін. Жолыңыз болды. Бұл енді... Басыңыз айналса айтыңыз, өзім бармын. Кешір. Туыстай әсем биім бар. Шыны керек, дарбазаны ашқандарыңыз жақсы болды. Әу баста неге жапты екен деп соларды соны біле алдыңыз ба? Жоқ. Жоқ, мейлі, байқаңыз, менің кіші Крекей деген атым тегі шықпаған. Балапандай балпаң басам кейде ұшам тағы билеуге қолыңыз соқса айтарсыз. Әрине, менен жасырмағанда мұның бірі де болмас еді. Мінезіңнің қыңырай. Жоқ, тоқта, қайт бері, кетпе. Жарайды. Қарды қайтпек екен. Одан да айлақты аққұммен көмкеріп, жазғы жағажайға айналдырса қайтер еді. Вот. Тоңпарам. Суық. Ой, суғынай. Кезеген аяқ Окиннің сауда дүкені. Мұншасы да бар. Жазғы жеңілдіктер, сұлықтар, шәркей, һәм өзім ойлап тапқан жақпамай. Сонымен? Керемет. Маған жылырағы болса, қонышты етік тон дегендей. Қысқы тауарлар бөлімінен қараңыз. Сұрауға бола ма? Дүкеніңізге бір жас бикеш, падиша дегендей келген жоқ па, айтыңыз? Мынадай күні түлен түртіп жолға шыққан сіз ғана боларсыз. Тағы біреуі. Жазғы жеңілдіктер. Сәбіз. Бұлай тұрасыз ба? Әрине, кешіріңіз. Маусымда қар жауғаны қызық болдау. Суығы құрғыр қайдан келді екен? Терістік шоқыдан. Терістік шоқы? Тұп-тура 40. 40? 10-ға бер. Бұның тонау ғой. Бұлардың бәрі қысқы тауарлар. Сұраныс жоғары жерде, баға да жоғары. Сұраныс, баға деп менің басымды қатырма. Мен мұз сатам. Айналысатын кәсіпті тапқан екенсің. Қайран. Еслеңбек. Тұп-тура 40. Есесіне моншаға тегін кіресің. Қалайсыңдар, достар? Менде бар 10. Көмегің болсын. Мақұл, онда тек сәбізді ғана аласың. Мұнан айтыңызшы, терістік шоқыдан ештеңе байқамадыңыз ба? Тылсым, күш дегендей. Енді барыңыз. Мына алаяқты төбесіне түсірейін. Сен мені кім дедің? Жа. Саймон!